Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мастикамен жұмыс, оформление младенец және торттың оформлениесіне идеяны қайдан аламын тақырыбын ашатын боламыз. Мастикалардың ішіндегі ең маған ұнайтыны овалетто мастикасы. Бұл жылдам кебеді және гладкий болып жабысады. Содан кейін торттың сыртын қаптағанда да өте гладкий болып, әдемі болып формасын сақтап тұратын сыртты қаптайды. Енді біз мастиканы алғаннан кейін, мастика бізде пакеттің ішінде тұрғанда сәл қаттылау болады. Мен міндетті түрде микроволновкаға сәл қыздырып аламын 15 секундқа. Содан кейін осылай жайып, мынандай формалардың көмегімен біз бантик жасайын деп жатырмыз қазір. Барлық іс-әрекеттер видеоға сәйкес жасалынады. Мінекей біз қазір бант жасап жатырмыз. Бантты осылай артынан әкеліп ортасынан бүйтіп қайырып қойғанға жеңіл болады, және ортасындағы бантигін жайып бекітіп қоямыз. Мінекей біздің бантымыз дайын. Жабысқамас үшін біз подложкамыздың үстіне крахмал сепсек болады. Жалпы мастикамен жұмыс істегенде крахмалмен жұмыс істегеніміз дұрыс. Енді біз лялечка жасайын деп жатырмыз. Бізде арнайы молд бар лялечканың. Оның телесный цветқа келтіру үшін біз міндетті түрде оранжевый цвет красканы пайдаланамыз. Сәл ғана бір капля тигізіп ақ мастиканың үстіне тамызған кезде оранжевый цветтің телесный цвет сияқты болып оттенок береді. Мінекей соның арқасында біз адамның терісінің цветін алып жасап жатырмыз. Көп кондитерлер розовыймен бояйды, негізінде адамның терісі оранжевыймен бояғанға көбірек ұқсайды. Енді біз баланың іш киімін жасаймыз, және осылай үстінен перчаткамен басып, бір-екі рет разглаживать етсек, біздің мастикамыз жылтырап, әдемі түске енеді, кәдімгі іш киім ұқсап көрінеді. Ары қарай біз енді іш киімнің артына бантигін жасап қоямыз. Бантигін жасап, мына жерде кішкене фиксация төмендеп кетіпті, себебі жақындап көрсеткен кезде қатты фиксированный болып тұрған екен. Енді ары қарай бантигін жасап, мінекей лялечканың артына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Басына шапка кигізуге болады, үстіне кофта кигізуге болады, қыз болса көйлек жасауға болады да. Әртүрлі идеялар бар. Сіздер мүмкін оны интернеттен де қарасаңыздар болады. Менің алғашқы жұмыстарымды көрсеңіздер де болады, менің парақшамдағы. Мынау бізде енді одеяло, или болмаса пеленка десек те болады. Жалпы осылай өздеріңіздің фантазияларыңызбен барлығын жасай беруге болады. Жалпы клиенттен заказ қабылдаған кезде идеяны всегда клиент береді. Егер клиентте идея жоқ, сізге 100% доверяю деген жағдайда мен Pinterest деген программадан іздеп тауып аламын, және ол жерге қандай тематика керек болса да солай жазсаңыз, барлығы поисковиктен шығып тұрады, және качественный форматта. Сол жерден скачать етіп, клиентке жіберіп, соның өзінде уточнять етемін. Себебі көп жағдайда клиенттер өздері жібереді, ал егер вдруг сондай клиент болып қалған жағдайда мен міндетті түрде жіберіп, содан дұрыс па, осындай ма, қай жерін өзгертейін деген сияқты, или менің қолымнан осы нәрсе келеді деген сияқты байланысты орнатамын. Видеоны қарап отырсаңыздар, бұл идеяны маған клиентканың өзі жіберген, бірақ ол клиентканың торты полностью мастикамен қапталған, және осыған ұқсас элементтері, детальдары бар болғандықтан мен қолымнан келетін нәрсені айттым. То есть маған мастикамен қапталған торттар ұнамайды, себебі полностью оформлениені шешіп тастау керек болады кескен кезінде, поэтому мен айттым, полностью креммен қаптап берем, сондай цветке ұқсатып, и точь-в-точь бірдей болады деген ешқандай жерде обещание бере алмаймын деп айттым. Бірақ ол кісі айтты маған, примерно осыған ұқсатып жасап беріңіз деп. Немесе сіз өзіңіз айтасыз, примерно осыған ұқсатып жасап берем, мынаның орнына пряник қолданам, мынаның орнына мастика қолданам деген сияқты міндетті түрде клиентпен сіздің араңыздағы келісім шартты дұрыс орнату керек о баста. Сол себептен заказды қабылдаған кезде барлығын анық ашып айтуыңыз керек. Мен жасай алмаймын, мынаны жасай аламын, әзірге бұндай жасап жатқан жоқпын деген сияқты өзіңіздің істей алмайтындығыңызды мойындап, клиентке өзіңіздің ұсынысыңызды айтқаныңыз дұрыс. Себебі ертең тортты алатын кезде клиент жақтырмаған болса, ақшасын төлеуге қиналады, немесе біраз нәрселерді айтады. Сондай жағдайларды, конфликтный ситуацияларды алдын алу үшін мен осындай нәрселердің барлығын сіздерге помимо видео айтып жатырмын. Ал видеодағы идеялардың барлығы осы торттан келген. Ары қарай өзіңіздің фантазияңызбен ойластырып идеяңызды жалғастырасыз.
Бірақ все-таки всегда клиентке айту керек. Сіздің идеяңыз, ойыңыздағы тортты мен білмеймін. Сіз маған соны жіберсеңіз, мен примерно не істей аламын, соны көрсетейін деген сияқты контактты ашық түрде орнатқандарыңыз дұрыс болады. Мінекей осылай гүлдерді жасап, торттың бетіне қоюға да болады деп арасында сабаққа қатысты нәрселерді де айтып жіберейін. Мастиканы бояу бұл жирорастворимый красительмен де, водорастворимый красительмен де келе береді. Көбінесе водорастворимый қосамын. Түсі қанық шығады, өте жақсы боялады мастика. Ол қолданғанға өте жеңіл, ыңғайлы, пластилин сияқты сіз неше түрлі игрушкалар, неше түрлі нәрселер жасап шығара бересіздер. Қолдарыңыз бос болып қалған жағдайда алдын ала осындай лялечкаларды жасап сақтап қойсаңыз да болады. Міндетті түрде уақытпен дәлме-дәл заказ түскен кезде жасау міндетті емес. Алдын ала жасап, немесе прям асығып жатсаңыздар, магазиндерден, кондитерлік дүкендерден сатып ала салуға да болады. Бірақ өзіңіз жасаған кезінде көп жағдайда сіз экономия денег болса, ал сатып алған жағдайда сіз экономия времени болады. Поэтому, қыздар, решать вам. Қолдан жасайсыз ба, әлде сатып аласыз ба? Сатып алғанда да түстері иногда келмей қалады. Сол себептен сіз міндетті түрде заказға осындай торттар қабылдайтын болғандықтан мастикамен қалай жұмыс істеу керек екендігін барлығын білуіңіз керек, ол шарт. Тағы бір источник, ол бәрімізге белгілі Google источник, яғни Googleға сіз тоже детские торты с оформлением на 40 дней, или болмаса детские торты с оформлением для девочки 6 лет деген сияқты атын жазсаңыз, поисковик сізге полностью тауып береді. Googleмен жұмыс істеу керектігін барлықтарыңыз білетін болғандықтан мен мұнда салып тұрған жоқпын. В принципе, торттың түрін табу оңай, тек клиенттің көңілінен шығу керек. Сол себепті барлығын ақылдасқан түрде клиентпен сөйлесіп, байланысып, бар ашық айтып, нені істей аласыз, нені істей алмайсыз, нені неден жасайсыз деген сияқты тоже информациялар болады. Иногда пряниктарды заказ беру или пряникке пісіріп үлгере алмай қалып жатады, бірақ тортты пряникпен береді. Сол кезде сіз айтсаңыз да болады. Например, мен распечатка жасап, мастикамен жасап берсем қалай қарайсыз? Біз үлгермейміз деген сияқты өзіңіздің ойыңызды, ситуацияңызды ашық түрде айтып үйренгеніңіз абзал. Кейбір кезде жазу жазатын құралдар болмай қалған кезде мастиканы дөңгелетіп осылай жазсаңыз да өте әдемі шығады. Идея көп, идеяны іздейтін және жүзеге асыратын тек өзіңіз. Ал қыздар, осымен біздің оформлениеміз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздің копилкаңызға жаңа бір торттың оформлениесі.